Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, керемет ажурный блинчики дайындайтын боламыз. Бұл видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті ингредиенттерді описаниядан таба аласыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 3 қасық қант салып және де жарты қасық тұз саламыз. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Осылай жұмыртқамыз көпіргенше араластырамыз. Одан кейін үстіне 1 стакан сүт құямыз. Сүтіміз бен жұмыртқамызды араластырып алғаннан кейін үстіне күнбағыс майын құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Менің стаканымның көлемі 250 мл. Сіздерге де сондай стакан қолдануға кеңес беремін. Ендігі кезекте 1 стакан ұнымызды саламыз және де кішкене сода саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді 1 стакан қайнаған ыстық судың жартысын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін екінші жартысын құямызды тағы да жақсылап араластырамыз. Міне, тестіміз дайын. Енді тек блинді пісіру ғана қалды. Өте тез әрі өте оңай. Достар, егер сіздерге менің бұл видеом ұнаған болса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Себебі бұл мен үшін үлкен мотивация. Сіздер лайк басқан сайын мен сіздерге өте көп рецепті түсіретін боламын. Міне қараңыздар достар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет, шын мәнісінде жақсы бір жасағаннан шығатын рецепт.